Үстіміздегі жылдың 2 наурызында Ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура және ішкі істер органдарының қызметкерлерімен жүргізілген бірлескен іс-шаралар аясында Батыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару басқармасы 172 режимдік мекемесінің қызметкерлері Арман Ахметов, Мәрлен Валиев, Серік Ғабдушев және Орынбай Мұхтар қолға түсті. Аталмыш тұлғалар сотталғандардың жазаларын өтеуін жеңілдету мақсатында бірнеше рет пара алды деп айыпталып отыр. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы прокуратурасында өткен баспасөз конференциясында айтылды. Сол күні сезіктілі Ахметов, Валиев, Ғабдушев, Мұхтаров Қазақстан Республикасы қылмыстық істер жүргізу кодексінің 132 бабы негізінде ұсталып, тергеу уақытысына қамауға алынды. 2013 жылдың 3 наурызында аталған тұлғаларға адамдар тобы болып алдын ала сөз байласып бірнеше рет пара алу белгілерімен айыпта қалып, айыптаушылар Ахметов, Валиев, Ғабдушевтерге бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу, ал Мұхтаровқа ешқайда кетпеу және өзін-өзі дұрыстау туралы қолхат қабылданды. 2013 жылдың 4 наурыз күні облыс прокуратурасы мен тергеушінің айыптаушыларға қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасын тағдау туралы өтініштер қолдау тауып, негізден қарау үшін Орал қаласы сотына жолданды. Бүгінгі таңда айыпталушыларға қатысты бұлтартпау шарасын қамауға алуды тергеушінің тілек өтініштері Орал қалалық сотымен қаралуда. Сондай-ақ тергеу амалдары жүргізілуде. Арман Ахметов 172 режимдік мекемесі бастығының орынбасары болса, ал қалған 3 тұлға осы мекемеде жауапты қызметтер атқарған. Қазіргі таңда бұл адамдардың қанша сомада пара алғаны тексерілуде. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.